Мына қолымыз бетімізге ең көп зиян келтіретін дене мүшесі. Қанша таза деген күннің өзінде сөмке, телефон ұстаймыз. Тіпті ақша ұстасақ та қолымызға түрлі микроб жұғады. Нарық заманында тез шаң жиналатын перне тақтаны басудан да қолымыз босамайды. Міне осындай ұсақ түйектерді байқамастан бетімізге қолымыз тиетін кездер де аз емес. Ал одан келген зиянды тек түрлі маскалардың, процедуралардың көмегімен жоя аламыз. Сондықтан құрметті қыз-келіншектер, экранға жақынырақ отырып, бетке арналған қандай күтім түрлері бар екенін шырайлы майдарынан біліп алыңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз бүгін сіздерге лактобион және фирул қышқылдары негізінде екі сатылы пилингті ұсынамыз. Ал енді алдымен біз бетті тазалап аламыз. 6 мл лактобион қышқылын алдық, енді осы 6 мл пилингті жағамыз. Лактобион қышқылы лактозаның тотығуы кезінде түзілетін бионды полигидроқышқыл. Бұл альфа-гидроқышқылдарының 3-ші ұрпағына жатады. Әжімдер, терінің кебуі, гиперпигментация, түтіккен тері, ұлғайған тері тесіктерін, қызару сияқты мәселелерді жақсартады. Лактобион қышқылы 10%. Бұның қасиеттері тітіркендірмейді. Бұл фактор сезімтал тері үшін өте маңызды. Пилинг жақсы ену үшін сықылап, ұқалап бетке енгіземіз. Құрғақ тері болғандықтан лактобион қышқылы теріге сіңіп кетеді. Пилингті жасап болған соң SPF крем қолданамыз. SPF дегеніміз күннен қорғанатын крем. Осы күйінде 4 минутқа қалдырсақ болады. 4 минут уақыт өтті. Бірінші сатыны сумен жуып тастаймыз да, екінші сатыға өтеміз. Бетімізді құрғатып аламыз. Екінші саты фирул қышқылын қолданамыз. Микроциркуляциясы бұзылған теріге өте пайдалы. Қартаюдың барлық белгілеріне қарсы тұра алады. Бұл сатыда майлы болған соң, оны массаж арқылы енгіземіз. Пилинг аяқтаған соң, біз SPF крем жағамыз. Бүгінше осы күйінде қалу керек. Өйткені қышқылдар терең енген, олар әлі жұмыс жасайды. Фирул қышқылын ұқалап массаж арқылы енгіздік. Енді оны жуып тастаймыз. Беттің қарадақтарын тазартқаннан соң, бұл пилингті пайдалансақ, беттің терісіндегі тесіктері тартылады. Бетке су тигізген соң, тоникпен бетті сергітеміз. Қонағымыздың беті құрғақ болғандықтан SPF-тің крем түрін таңдаймыз. Қорғану факторы 50-ден жоғары. Неке құрметті көрермендер, біздің пилингіміз аяқталды. Күннен қорғанатын крем жақтық. Әрдайым әдемі болып жүре беріңіздер.